Мынадай жұлдыз ойыншыларды атап өткенде, сен бірден екі ойлы болады екенсің. Иә, бізде сол костяк мықты еді. Жеткілікті жақсы болған еді. Әрине, 2014 ол әлгінге дейін мені мазалайды. Мен оны жиі айтам. Бірақ одан бұрын да біз минималды тұрғыда бір титулды жеңіп алуымыз керек еді, нақты айтсақ. Бірақ бізге қарсы сол кезде Фергюсонның Манчестер Юнайтед командасы тұрды. Класс 92. Премьер-лигадағы бүкіл топ деңгейдегі ойыншылары болды. Бұл жай ғана сәттілік емес қой. Бізде Ливерпульде ондай болған жоқ. Бізде сол деңгейде 7-8 ойыншы ғана болды. Ал Юнайтед болса, өзің Ван Нистелрой сияқты ойыншыларға ақша шашып жатты. Және оларда табиғи көшбасшы лидер Рой Кин болды. Және сендерде құрып кеткір Гиггс сияқты аңыздар бар еді. Ал бізде Ливерпульде шын мәнде бір ғана 30 миллиондық жұлдыз болды. Ол Фернандо Торрес еді. Кейін ол Суареске ауысты. Бірақ бәрібір бізде әр уақытта бір ғана супер жұлдыз болатын. Мен келген кезде ол Фаулер еді. Сол кезде ол нағыз жұлдыз болатын. Кейін Майкл Оуэн келді. Ол да сол деңгейде. Біраз уақыттан кейін бізде супер жұлдыз болмады. Торрес келді, қайтадан жоғары көтерілдік. Кейін Суарес заманы басталды. Иә, мықты жігіттер еді. Қазір артқа қарап отырғанда сол жайлы не дейсің? Мен ешқашан біздің Ливерпуль сендердің командаларыңдай мықты болады деп ойламадым. Біз әр матчта сендерді жеңу үшін бар күшімізді асырып ойнауымыз керек еді. Сен айтып отырған сол ұжым, Алонсо, Маскерано, өзің, Торрес мықты тізбек қой. Иә, дәл сол кез біз титулға, сендерге ең жақын келген уақыт болатын. Сонда сен кей кездері сәл ашуландың ба? Клубқа ренжідің бе? Сол костяк ұжымды нығайту үшін клуб дұрыс трансфер жасамады деп. Сенен есімдерді айт деп талап етпеймін дегенмен, иә, кейбір трансферлерде біз қатты қателестік. Шынында кейде өте үлкен қателік жасадық. Мысалы, бір ғана жағдай айтайын. Бізде Николя Анелканы алу мүмкіндігі болды, бірақ соның орнына Эль Хаджи Диуфты сатып алдық. Ол трансфер келесі 5-6 жылға позицияны жабатын трансфер еді. Ол кезде Диуф тек әлем чемпионатында 4-5 жақсы ойын өткізген болатын. Ал Анелька 5-6 жыл бойы тұрақты жоғары деңгейде ойнаған ойыншы еді. Нақты кімнің шешімі болғанын білмеймін, бірақ ол клуб тарихындағы ең үлкен сәйкессіздіктердің бірі болды. Сол трансфер біздің қате кеткеніміздің нақты мысалы. Анелька мен ойнаған ең қиын қарсыластардың бірі. Үздік үштіктің ішінде тұр. Иә, ол бізбен бірге жаттығуға келгенде бәрінен бөлек деңгейде еді. Анелька ең сабырлы адам, тыныш, сенімді. Оның бойында ерекше бір аура бар болатын. Өзіне деген сенімі ерекше. Сен бірден сезесің, ол жеңіске дайын. Ол Ливерпульді сендерге немесе басқа топ командаларға жақындатуға дайын. Ол келгенде бір деңгей жоғары тұрды. Бәріміз соны байқадық. Бірақ кейін бір шешім қабылданды. Шынын айтсам, ол толық қате шешім еді. Мен не болып жатқанын түсіне алмай қалдым. Сені сәл артқа алып кетейін. Біз Манчестер Юнайтед пен Ливерпуль туралы сөйлестік қой. Осы екі клуб арасындағы бәсеке, қарсыластық. Сен үшін ол қарсылық не білдірді? Мен оны асырада төменде бағалағым келмейді. Ол бұрыннан келе жатқан дәстүр, әрі мәңгі болады. Бізден бұрында бар еді, бізден кейін де жалғасады. Екі алып клуб, екеуі де табысқа негізделген институт. Үлкен жанкүйерлік база, тарихы мол. Айналасы да, стадиондары да, қалалық мәдениеті де бәрі ұқсас. Сол үшін екі клубтың да жанкүйерлері үшін бұл тек ойын емес, бұл өмір салты. Сондықтан оны жеңілдетіп айта алмайсың. Бірақ мен оны ертегі сияқты етіп асырады айтқым келмейді. Бұл мен үшін әрқашан ерекше матч еді. Сол сәтте ол менің бүкіл өмірім болатын. Сол ойындардың ішінен есіңде ерекше қалған бір сәті бар ма? Алғашқы Манчестер Юнайтедке қарсы ойындарымда біз нағыз азап шектік. Ол кезде қарсы жақта Энди Коул, Дуайт Йорк, Бекхэм, Гиггс, Скоулс, Кин ойнайтын. Олар Энфилдке келсе де бізден бір саты жоғары деңгейде болатын. Көп ауыр сәттер, көп күйзеліс болды сол кезде. Бірақ бір ойын бар. Біз Олд Траффордқа барғанбыз. Дэнни Мерфи айып добынан гол соғып жеңіс әкелді. Мен сол матчта оған пас бергем. Ол қақпашының үстінен асырып тепті. Сол кезде қақпада Бартес тұрған. Сол сәттен бастап бізде сенім пайда болды. Біз өсіп келе жатқан едік. Бұл бәріміздің бойымызға ерте сіңірілді. Мен Ливерпульдің академиясынан шыққанмын ғой. Жасөспірім кезімде-ақ біз Манчестердің жастар командасымен ойнадық. Ричи Уэлленс, Уэс Браун, Джон Кертис сияқты жігіттермен. Солармен 13-14 жасымнан бәсекелестік басталды.
Біз үшін Эвертонмен қашан ойнаймыз, қашан Манчестер Юнайтедпен ойнаймыз деп жолынып тұратынбыз. Сол күндер әрқашан ерекше болатын. Сол қарсыластық туралы айта берсек, мен Рафа Бенитестің баспасөздегі бір әйгілі қара сұхбатын есіме алып отырмын. Сол кезде сендерге ол қалай әсер етті? Біз Манчестер Юнайтед ойыншылары спортзалдағы велосипедте отырғанбыз. Сол жаңалықты көріп кәдімгідей рухтанып, қанымыз қайнап кетті. Сіздерге ол қалай әсер етті? Иә, есімде. Ол кезде SMS-пен хабарлатын кездер ғой. Маған Джейми Каррагерден сұхбат бітпей тұрып SMS келді. Дәл сол сәтте мен де оған жазып жатқам. Рафаға келетін болсақ, ол керемет бапкер. Ол менің кәсіби дамуымда үлкен рөл атқарды. Жеке тұрғыда да көп нәрсе үйретті. Кейде суық мінезді болатын, бірақ тактика тұрғысынан мен бірге жұмыс істеген ең мықты маман. Дегенмен сол сәт қателік болды деп ойлаймын. Мен оның не істегісі келгенін түсіндім. Ол Фергюсонмен психологиялық ойын ойнағысы келді. Бірақ мен ойыншы ретінде сол кезде ойладым. MU жігіттер мен Фергюсон қазір мәз болып отыр ғой. Бұл меніңше қажет емес еді. Вау! Яғни сен сол сәтте дәл солай ойладың ба? Иә, біз ашудан ұратын заттап алмай қалдық. Мен ішімнен бітті. Фергюсон енді қуанып отыр дедім. Өйткені ол осындай жағдайларда өз пайдасына қолданудан шебер еді. Бірақ соған қарамастан, сол кезде біз жақсы формада едік. Өсе бастаған едік. Фергюсонның командасына жақындай бастағанбыз. Сондықтан менің ойымша, сол пресс-конференция Бенитестің сұхбаты артық болды. Сен оны Рафаға сол кезде айттың ба? Жоқ, ешқашан. Мен әрқашан бапкердің өз жолмен жүруіне құрметпен қарайтынмын. Бірақ егер ол маған не ойлайсың деп сұраса, мен айтар едім. Оның қажеті жоқ еді деп. Кейбір ойыншылар мансабын жақсы деңгейде аяқтайды. Тіпті жоғары деңгейде ойнап өтеді. Бірақ сол мансаптың ішінде міне сол бір ерекше сәт дейтін сәт болмайды. Ал сенде ондай сәттер өте көп болды. Чемпиондар лигасы, Англия кубогы бәрі бар. Айтшы, солардың ішінде ең есіңде қалған, міне дәл сол сәт менің күнім болды деген қайсысы? Мен әрдайым жақсы сәттерімнің алдында міндетті түрде бір қиындық немесе сәтсіздік болатынын байқайтынмын. Мүмкін жарақат немесе нашар ойын немесе көңіл қалдырған бір сәт. Солардан кейін мен өзімді қайта жинап алуға шебер едім. Өзімді қайта баптап мотивация таба білетінмін. Кейде адамдарға да айтам. Мансапта аздап ауырсыну немесе соққы сезінсең, сол нәрсені мотивацияға айналдырып үйрен. Сол сәттер сені үлкен нәрсеге жетелейді. Ал мен үшін ең ұлы сәт әрқашан Стамбул. Ол түн менің өмірімнің символы сияқты. Ал сол матчта, сол финалда саған бір сәт келді ме? Бір триггер, бір қазір мен бәрін өз қолыма алам деген сәт. Иә, менде әрдайым жеңіліс алдындағы қорқыныш болатын. Әр ойынның алдында ойлайтынмын. Егер жеңілсекші, сол кезде қандай сезім болады деп. Сол оймен күресуге тура келетін. Өйткені ол сені іштей жеп қояды. Мен өзіме үнемі қазір бұл туралы уайымдаудың қажеті жоқ. Алаңға шық, күрес, өз ісіңді істе деп айтатынмын. Бірақ ойынның ішінде де ой келетін. Егер осы турнирден ұшып кетсекші, егер осы 3 ұпайды жоғалтсақшы, міне дәл сол қорқыныш мені алға жетелейтін. Мен үшін жеңем деген ой емес, жеңілмеу керек деген сезім көбірек қозғаушы күш болды. Қорқыныш деу дұрыс па білмеймін, бірақ мен ешқашан сол жеңіліс сезімін бастан кешкім келмейтін. Жалпы футболдағы ең ауыр нәрсе жарақатта бола тұрып, командамен бірге жеңілу. Мансаптағы ең жаман сезім сол. Қазір сенің айтып отырғаныңды тыңдап отырып, мен тағы да бір нәрсеге көзім жетті. Жеңілістің ащы дәмі, оны сөзбен жеткізу қиын. Сол сәттер кейде жақсы сәттерден де тереңірек есте қалады. Сол әйгілі аяғың тайғанап кеткен матч есіңе жиі түсе ме? Өйткені менің де мансабымда жаман сәттер көп болды, және солар жақсы сәттерден жиі еске түседі. Қайсысы көбірек еске түседі білмеймін. Жақсы сәттерді еске алғанда әрине керемет сезім. Стамбул, Олимпиакос, Англия кубогы, ұлттық құрамамен болған керемет матчтар бар. Бірақ кейде экраннан өзімнің сұхбаттарымды немесе клиптарымды көріп қалғанда, мысалы сол бір сәтсіз пасымды, немесе Англия сапында нашар ойнағанымды көрсем, ішім ашиды. Мысалы пенальтиден мүлт кеткен кез, немесе сол әйгілі Челсиге қарсы тайғанағаным, солар туралы ойласам, жаман көтім ашиды. Бірақ өмір сондай. Оны мен өмір сүруді үйрендім. Жаман эмоцияны басқара алуды, сабыр сақтауды үйрендім. Ол күн сайын ойыма келе ме? Жоқ. Бірақ оны қабылдап, ер азамат ретінде мойындау керек пе? Әрине керек. Оны өзгерте алмайсың. Жалпы мансабымдағы барлық жаман сәттер кейде көз алдыма қайтадан елестейді. Бірақ жақсы сәттерде еске түседі. Сондықтан мен бәрін бірге қабылдаймын. Жақсысын да, жаманын да. Мен әлі күнге дейін жеңілісті жек көрем. Жеңіссіз өткен маусымдар мен үшін іште қалған жара.
Премьер-лиганы ұта алмау терең жара. Тек 2014 емес, әр маусым сайын сол сезіммен өмір сүрдім. Өйткені мен Ливерпуль капитаны ретінде сол трофейді алып беруім керек еді. Бұл менің тікелей жауапкершілігім еді. Ливерпульмен болмай қалған чемпиондығымыз секілді индивидуалды сәттер туралы қатты басымды қатырмаймын. Пенде болғандықтан ондай ойлар келіп кететіні анық. Оны тек қабылдай білу керек. Ал сен толыққанды футболдың ішіндесің ғой. Ойыншыларды, олардың әдетін, мотивациясын көріп жүрдің. Сол тұрғыда не байқадың? Біздің дәуірімізбен салыстырмалы түрде өзгеріс бар ма? Иә, менің ойымша соңғы 7-8 жылда мен баптаған буын бізден және бізден бұрынғы буыннан мүлде бөлек. Бұл маған өте қызық тәжірибе болды. Ливерпульде өмір бойы болған соң басқа мәдениетке кетіп, отбасымен бірге жаңа орта көру үлкен сынақ әрі жақсы тәжірибе болды. Астон Вилланың алғашқы 6 айында бәрі жақсы еді. Клубты 17-ші орыннан көтеріп, кестедегі топ 8, топ 9 деңгейіне шығардық. Бірақ кейін бәрі тез нашарлап кетті. Бақылауды жоғалттым. Қайта қалпына келтіру қиын болды. Бұл мен үшін ауыр және ренішті кезең. Бірақ міне, ойыншы мен бапкердің айырмашылығы осында. Бапкер болу мүлде басқа әлем. Сен енді тек өз ойыныңмен емес, бүкіл киім бөлмесін басқарасың. Әртүрлі мінездермен жұмыс істейсің. Мен 3 түрлі команданы басқардым. Әрқайсысының мінезі, мәдениеті бөлек. Сол үшін бұл жол мен үшін өте қызық. Маған әлі де ұнайды. Тағы бір мүмкіндік болса барғым келеді. Бірақ кей нәрселерді өзгерткім келеді. Жаңа штабпен, жаңа энергиямен оралғым келеді. Қазір соны жоспарлап жүрмін. Айтшы, осы Хаби Алонсо қалай? Ойыншы ма, бапкер ме, әлде адам ретінде ме? Бапкер ретінде. Осыншама мықты болады деп ойладың ба? Иә, қатты таңғалмадым. Өйткені ол ойыншы кезінде нағыз ойын оқушысы еді. Ақылды, ойланып сөйлейтін, ойынды толық түсінетін адам. Доп бізде де қарсыласта да болсын, әр сәтті талдай алатын. Онымен ойнау бапкермен бірге ойнағандай болатын. Бірақ ол бос сөзде емес, шын мағыналы адам еді. Кейбіреулер көп сөйлейді ғой, ол ондай емес. Оның айтқандарын күні бойы тыңдауға болады. Ол футболшы денесінде жүрген бапкер сияқты еді. Оны Ливерпульге шақыртудың да себебі сол. Ол бәрін білетін. Әкесі де бұрын ойыншы әрі бапкер болған. Сондықтан мен оның табысына таңғалмаймын. Адам ретінде керемет. Ойыншы ретінде өте жоғары деңгейде болатын. Бапкер ретінде де дәл солай болатынына сенімдімін. Ал енді соңғы сұрақ. Трент жайлы не ойлайсың? Өз клубыңның түлегі, жарық жұлдыз, бірақ енді Реалға кетіп қалды дегендей. Оны жақтайсың ба? Егер мен Ливерпуль фанат ретінде айтатын болсам, кез келген ойыншы үшін Реал Мадрид немесе Барселонадан ұсыныс түссе, ол бас айналдыратын жағдай. Маған да кезінде Реал келген. Сол кезде бапкері Мауриньо болатын. Шынымды айтсам, басым кетті. Бұл Челсидің ұсынысындай шу болмады, себебі Челсимен жағдай тез тарап кетті. Реал мені алу үшін күрделі процесс жасағысы келген. Мен келіспедім. Бірақ бәрібір ол ұсыныс менің басымды айналдырды. Сондықтан мен Трентті түсінем. Оның жақын досы сол жақта ойнап жүр. Англияда бәрін отып көрген, өзін жаңа деңгейде сынағысы келеді. Мен оны түсінем. Бірақ Ливерпуль фанаты ретінде айтатын болсам, не істеп жатырсың дер едім. Сен Еуропадағы ең мықты командалардың біріндесің. Еуропа кубогын жеңдің. Сен басты қаһармансың. Жанкүйерлер сені жақсы көреді. Не істеп жатырсың, Трент? Бірақ ол Ливерпуль жанкүйері ретінде келетін ойлар, өйткені мен Ливерпульді жанымнан артық сүйем. Бірақ ол үлкен тәуекелге барды. Өте талантты ойыншы. Мен көрген ең үздік бас берушілердің бірі. Бекхэм, Сколз деңгейінде еш күмән жоқ. Бірақ Ливерпульдің дәл осындай кезеңінде кету үлкен тәуекел. Ол жаңа келісім шарт жасайын деп жатты. Бәрі жақсы еді. Менің ойымша ол тәуекелге барды. Қазір сол тәуекелдің нәтижесін көруде. Мен оны жақсы көрем. Ол өте жақсы бала. Мен өз басым олай істемес едім. Дегенмен Трент дарынды жігіт. Сондықтан оның қолынан келеді деп сенем. Джеге қиын болмаса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің бір комментарийлеріңіздің өзі арнамыздың дамуына, видеоның қаралымына әсер етеді. Назарларыңызға рахмет. Достарыңызға да таратып, қазақша контентті бірге дамытайық.